Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода өте дәмді болып шығатын карамелді пирогты бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен пирогтың тестасын жасап аламын. Ол үшін електен өткізілген ұнға қопсытқыш және сары майды салып, жақсылап араластырып, крошка жасаймын. Осылай ұнымыз крошка болып қалған кезде үстіне қантты салып, жақсылап араластырып жібереміз. Және де оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, пирогтың қамырын дайындаймыз. Тестамыз да дайын болып қалды. Осындай жұмсақтықта қамыр шығады. Енді оны салофан пакетке салып, холодильникке салып қоямыз. Өйткені құрамында май болғандықтан оны холодильникке салу міндетті, және демалдырып қоямыз. Сол кезде біз салмасын дайындауға кірісеміз. Біздің салмаға вареный сгущенка, сливка және 3 жұмыртқа керек. Бірінші жұмыртқамен сгущенканы араластырып аламыз. Венчик немесе шанышқымен араластыруға болады. Екеуі біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай масса шығу керек. Оның үстіне 33% сливканы салып, жақсылап араластырамын. Сол кезде біздің салмамыз дайын болады. Форманы астына пергамент бумага қойып дайындап аламыз. Енді демалып тұрған тестаны 2 бөлікке бөліп, үлкен бөлігіні астына жайып, қалған кіші бөлігіні осылай шетіне бортик жасап аламыз. Тестасы көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен осылай басып шығамыз. Және оның үстіне салмасыны құйып, алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің пирог осындай болып пісіп шықты. Енді оны бөлме температурасында суытып алып, сосын холодильникке 4-5 сағатқа салқындатып қоямыз. Осылай бізде аз уақытта дайын болатын дәмді пирогымыз дайын болды. Дайындап көріңіздер. Барлығыңызға сәттілік.